Ал балалар, тақтадағы суреттер топтамасына назар аударайық. Осы суреттерге байланысты пікірлерімізді ортаға саламыз. Ал бірінші топтан бастайық. Бұл суреттер мектебінің ескерткіштері және тастарға қалған құлпытастарды көріп тұрмыз. Мен бұда 8-ші ғасырымыздағы құлпытастардан көрдім. Бұл жерден атақты Қазақстан мемлекетінің ғұлама ғалымы Жүсіп баласы көріп көрдім. Мен бұл суреттен Әбіл Насыр әл-Фараби көрдім. Ол шығыстың екінші Аристотелі. Бұл жерде атақты білге ханға арнап қойылған ескерткіш. Мен бұл суреттерден Махмұд Қашқариді көрдім. Жарайсыңдар балалар. Енді осыған байланысты қандай қорытынды ой түюге болады? Бұны екінші топтан тыңдайық. Ал Әлия? Біз бұл жерден сан ғасырда бойы сақталған жәдігерліктер мен ескерткіштерді көріп тұрмыз. Және де көне мәдениетіміз бен тарихы туралы мәлімет аламыз бұл суреттен. Жарайсың. Және де халқымыздың асыл қазынасын білеміз. Және де халқымыздың тарихын, асыл мұрасын, қазақтың рухани байлығы. Жарайсыңдар балалар, онда бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы осыған қатысты ежелгі дәуір әдебиеті деп аталады. Мен енді осыған байланысты сендерге тапсырмалар ұсынамын. Бірінші топтың тапсырмасы. Мына алдарында постер қорғаймыз. Постерге құраламыз.
Kasırlar benim var. Kasırlar var. Bizim de kasırlar var. Ежелгі дәуір әдебиетінің алғашқы кезеңі 6-7 ғасырлар аралығында көне түркі дәуірі. Бұл дәуірге Асуан жәдігерлері, Білге Қаған, Тумұхы, Қорқыт Ата кітабы, Оғызнама дастандары жатады. Екінші кезең 10-12 ғасырдағы ислам дәуірі. Бұларға Сүлеймен Бахтығани, Қожа Ахмет Яссауи, Махмуд Қашқари, Жүсіп Баласахни және Әл-Фараби жатады. Үшінші кезең 13 пен 15 ғасырлар аралығындағы Хорезм дәуірі. Бұған Рабгузидің қиссалары, Хорезмидің махаббатнамесі, Дүрбектің Жүсіп Зылиха дастаны және Сарайдың Түркіше Гүлстан атты шығармаларын қамтиды. Жарайсыңдар. Сұрақтар бар ма? Екінші топтан қасқасы? Жарайды, отырады. Екінші топтан болмайтын жұмысында. Маршрут картасы әдісімен жасақты. Орта ғасырлық мұрағаттар осы елдерде сақталған. Парижде Оғызнама, Лондонда Махаббатнама, Каирде Құттыбілік, Дрезден мен Ватиканда Қорқыт Ата дастаны, Венеция мен Арменияда Хадис, Лондонда Қиса Сулами дастаны, Санкт-Петербургте Тарихи Рашиди, Берлинде Жаһаннама, Қазанда Ташкентте Дихат Атаның ғұмыры. Қазақстанда ұлттық ғылыми академияда қанша қолжазба сақталған? 20 мыңнан астам. Дихат Атаның ғұмыры кімнің шығармасы? Төле бидің шығармасы. Жарайсың, отырады. Балалар, келесі тапсырмаға өтеміз. Келесі тапсырма бойынша мен сендерге мәтіндер ашып беремін. Қолдарыңызда мәтінмен жұмыс. Мәтінмен жұмыс жасаймыз, балалар. Кермешті кітабын ашамыз, зерттеу еңбектерін пайдаланамыз. Алдарыңызда кітаптарды ұмытпай, мәтінді бірінші мәтін мазмұнымен танысып болып алайық. Бұл жеке жұмыс болады, онlardan жұптық болады.
мәтін мазмұнымен танысуға қойсақ, енді біз жұмыс жасаймыз, иә? Осы мәтін бойынша бір-бірімізбен жұмыс жасап көреміз. Енді мәтін мазмұнымен қансақ, иә? Мәтінді мазмұндаймыз. Біздің тақырыбымыз түркі тілдерінің жазуы. Түркі тілдерінің Алтай ғұн дәуірлері туралы мәліметтер өте көп емес. 5-10 ғасырларда да түрік қағанаты иеленген жерден түркі тілдерін жақсы қолдана бастаған. Мысалға айта кететін болсақ, Үйсін қаңлы, қарлы, түргеш, шыбын, яғма тайпалары үшін ортақ тіл болды. Және де ал енді 10-15 ғасырлардағы түркі тілі Қыпшақ қаласы мен Орта Азиядағы барлық мұсылмандар үшін бір түсінікті әлемдік тілге айналды. Сақтар, ғұндар және ежелгі түркілер арамей, солты, сушан, көне түркі жазуларын кеңінен қолданылды. Арамей жазу біздің заманымыздың 10-шы жылдардың басында кеңейгені пайда болған. Бұл арамей жазулардан ара қатынасында көп қолданылған және де арамейлер жазуы оңнан солға қарай жазылады және бірыңғай дауыстан тұрады. Дауыссыз дыбыстан кейін міндетті түрде дауысты дыбыс бірге қозғалу болады. Сода жазуы немесе арамей жазуы деп айтуға болады. Негізінен арамей жазуы сода жазуы екі топқа бөлінеді. Сода немесе судьяна. Сода тілі негізгі мемлекет өзегі қолданады. Ал судьяна негізгі көшпелі сақтар пайдаланады. Турфан жазуы, ұйғыр жазуы деп айтуға болады. Негізінен жоғарыдан төмен қарай жазылатын жазу түрі біздің заманымызда 1-ші ғасыр және 9-ші ғасырлар аралығында қамтылған. Турфан жазулары сөздің басында, ортасында, аяғында әртүрлі болып таңдалады. Көне түркі жазуы бұл түркі тілдес тайпаларының орта жазуы болып табылды. Ол 35 әріптер тұрды. Ол оңнан солға қарай оқылды. Алды дауысты фонема 4 полифонды әріппен белгіленді. Ал дауысы 16 әріп 31 фонема әріппен белгіленді. Бұл оқудың кілті тапқан адам Дания Балқа Томпсон. Ол 1893 жылы осы кілті тапқан. Томпсон 1890 және 1927 жылдар аралығында өмір сүрген. Түркі тілдерінің жаңа даму дәуірінде, яғни 15-20 ғасырлар аралығында түркі тілдері халықтық болып қалыптасқаны мәлім. Оларға негізінен қазақ, өзбек, ұйғыр, татар, қарашай, ноғай және башқұр және тағы басқалар жатады. Ежелгі түркі әдеби жәдігерліктері көне түрікмен, көне өзбек, оғыз, қыпшақ тілдерінде жазылған. Белгілі ғалым Самойлевичтің сөзімен айтқанда, көне түркілердің бір
ежелгі дәуір әдебиетінің деректері бар. Еліміз егемендік алғанға дейін ежелгі дәуір жәдігертерін жүйелі түрде терең емес. Оны тек жекелеген түрде түркітанушы және шығыстанушы ғалымдар ежелгі дәуір әдебиетіндегі жәдігерліктерді іздестіру, көне қолжазбалардың мәтінін сараптау, басқа тілдерге тәржіма жасау, басқа сөздерге жариялау істерімен айналысты. 19 ғасыр мен 20 ғасырдың бас кезінде табылған ірі жәдігерліктер атап айтқанда көне түрік, оғыз, қыпшақ, өзбек варианттары тереңірек зерттелді және бұл жәдігерліктер көбінесе түркі тілінде жазылды. Ал кейбір жәдігерліктер Еуропада және орыс тіліне тәржіма жасалды. Бұл іске әсіресе Герман Пушан, Вильгельм Томсон сияқты ірі ғалымдар осы көне руна жазуына 18 ғасырда осы тонкөк жазуларды шешуге көне руна жазуларды, құпия жазуларды шешуге көмектесті. Қазақ әдебиеті мен әдебиеттерін зерттеушілермен қатар зерттеушілер көп үлес қосты. Олардың бірі Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұлан, Бейсенбай Кенжебай, Ғанғали Сүйіншәлиев. Ал олардың іздерін жалғастырушы болып Сейіт Қасқабас, Ыбыраев Дербесәлі жалғастыра түсті. Ежелгі түркі әдебиетінің жәдігерліктерін өз халықтарының әдеби фольклорларына атсалысқан Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Әзербайжан тағы да басқа елдердің ғалымдары атсалысқан мәлім. Қазақ әдебиетінің ежелгі мұраларын тілдік тұрғыдан Ғұбайдолла Айдар, Рабиға Сыздықова, Тумат Өмірәлиев, Құршанов, Сағынов сияқты тілші мамандар зерттеді. Ежелгі әдеби жәдігерліктерді жүйелі түрде қазақ әдебиетіндегі көркемдік дәстүр тұрғысынан зерттеу ісі енді ғана қолға алына бастады. Жарайсыңдар балалар. Енді біз бүгінгі тақырыбымызға сәйкес логикалық және шығармашылық тапсырмалар орындаймыз. Тақтаға қарап жүріңдер. Біреу ұстастыруға болады, сөз жұма, анаграмма, эссе, ой толғау, өлең жазуға болады. Сол осы тапсырмаларды орындайық қазір. Сабина? Ой толғау жазуға болады шағын. Өлең жазамыз, ішімізде ақындарымыз бар,
Руслан кезде бір минут уақыт қалды балалар. Аяқтаймыз жұмысымызды. Уақыт қана. Онда екінші топтың жұмыстарын апарып беруге бірінші топқа орындайсыз. Өзің апарып берсеңіз. Бірінші топ тапсырмаларында апарып беруге екінші топқа. Ребус простықта сосын не? Анаграммалары бар, өлең болған оқимыз. Шешейік тапсырма. Жаза бер. Cevaplarının şeşini de yazın. Aynı babam da geçiyor, oradan herhalde gelen babasından, oradan alıyorum bilebilir. Al oradan. Ежелгі дәуір әдебиеті асыл мұра қазына жүргізді сан ғасырлы жолдардан еліміздің байлықтары осында соны көк пен күлтегіннен басталған. Ұлтымыздың арбатасы түркілер неше түрлі тайпалардан құралған сол заманнан бұл заманға жеткенге ежелгі дәуір әдебиетіне таңғаламын. Жарайсың ұлтана. Мына топ ребусты шештік дейді. Ребусты шешкен оқушылар түсіндіріп айта берсін. Ребус бірінші топтың ребусын. Кім айтады? Бұл сөзде бірінші суретте торғай деп жазылды. Біз одан төрт әріп алып тастағанда «то» деген әріп қалады. Ал нарынан «а» деген сөз алып тастағанда бәрібір алғанда «тоны көп» деген сөз шығып тұр. Дұрыста балалар. Екінші топтан қанат сен шасына келеді. Қайдап шымар орындады. Бізде ребус үшінші тапқыр. Алтын
артынан екі әріп алып береміз, не болады? Алқа деген сөзден артынан екі әріп тұссақ, қағалады. Сағат деген сөзден артынан 4 әріп алып, 5 әріп тұссақ, q деген әріп қалады. Сонымен қанша болды? Қандай сөз шықты? Ақиқат сый деген. Жарайсыңдар болды. Олай болса, келесі тапсырмаға өтейік. Бағанадан бері алған білімдерімізді жинақтау мақсатында бірінші топ ежелгі дәуір әдебиетінің 100 жылын асатын, екінші топ тәртібі суреттер береміз, суреттерді топтастырады. Балалар жылдан мыңдандар екінші топ бітірді. Болып қалды. Бірінші топ. Жарайсыздар. Ол менің жинақтастырмасы бағаны жиналған күндер бар. Қорғап отырмаймыз, көрсетеміз қандай өтілі салды. Осы орындарды отырмаймыз, қорғап отырмаймыз, бағаны жинақтап қарап көрсетеміз. Қанат бұл жылдан. Бірінші топты бар, екінші топта бастайық. Сендер қалай жинақтадыңдар? Ал екінші топ қандай тобы? Қалай жинақтады? Бір ауыз сөзбен айтайық, иә? 6-9 ғасырдағы көне дәуір бірге қалған көне болып орта дәрігерлері қорқыта кітаптар. 10-11 ғасырға Әл-Фараби, Махмуд Қашқаридың диваны болған Оның баяғылай болмайды ма? жүздің барлығы жүздің шабағына жинады. Дұрыс, жүзім кластер жасапты, иә? Жүзім жолына салып. Жарайсыңыз балалар, өте жақсы. Енді сендерге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Сендер қалай ойлайсыңдар? Ежелгі дәуір әдебиетінің бүгінгі күнде маңызы бар ма? Маңызы бар болса, қандай сол туралы бір-екі пікірлеріңді айтсаңыздар, иә? Кім айтады? Ежелгі дәуір әдебиетінің қазірге маңызы өте зор. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі болашаққа бағдар рухани жаңғыруда қызу талқыға түскен болатын. Нұрсұлтан Назарбаевтың бір сөзін айта кететін болсақ, ежелгі ескерткіштерді қорғауымыз керек. Себебі ол біздің рухани байлығымызды көрсетеді. Жарайсың, айталым. Жылдамдықтан айтады. Нұрсұлтан Назарбаевтың айтқан сөзіне толықтай келсек, менің ойымша басқа елдегі осы Қазақстанның бұрынғы ата-бабаларымыздың жазған шығармаларының көшірмесін алып, осы Қазақстанға алып келу керек. Себебі Жасыл Хан өзінің ата-бабалары туралы толық мәлімет алу керек. Ежелгі дәуір әдебиетінің мұралары бүкіл дүние жүзінде біздің заманымызға 5-ші ғасырдан бастап түркі халықтарының кереметтей жазба өнері, мәдениеті, әдебиеті болғандығын мойындататын асыл қазынамыз. Жарайсың, келесі кім бар? Қайта сөйлейді.
жарайсыңдар, рахмет. Өте жақсы балалар, рахмет, сендер де өз пікірлеріңізді тамаша айттыңдар. Енді топ басшыларының бағасын естейік, кім қанша пайыздар екен? Hüseyin Ozan'a 17 ұпай, Абайдан Қанат 16 ұпай, Бақтыгерген Тоқбай 16 ұпай, Қысынан Парыстан 16 ұпай, Қылыш Шайтан 17 ұпай, Лекибаева Сабина 16 ұпай. Жарайсыңдар. Келесі топтыңыздар. Бізде Құдайберген Айдана 16 ұпай, Мұрат Алишан 16 ұпай, Сапарбек Абдулла 17 ұпай, Мұхаммед Жансел 17 ұпай, Көшалиев Аружан 16 ұпай, Жалғас Аян 17 ұпай жинады. Әкелі ұпай санымен есептегенде балалар, бәріміз 4-тен 5 алдық. Әлия 4 алды, Айдана 5 алды, Алишан 4 алды, Абдулла 5 алды, Жансерік 5, Аружан 4 алды. Ұлана 5 алды, Қанат 5 алды, Тоқмай 4 алды, Руслан 5 алды, Айдана 5 алды, Сабина 4 алды. Балалар, енді біз рефлексия кезеңіне көшейік. Сендер алдарында стикерлерді бүгінгі сабақтан алған әсерлерді жазып, бағалап ағашына беріңіз. Үй тапсырмасына реферат жазып береміз. Ежелгі дәуір әдебиеті тақырыбына. Bir okuşun tümlüklerine kim refleksiyasını okuyabilir? Bir okuş işlerinin özleri bir okuşa. Kim bilir? Alaydan. Şimdi de Бүгін барлық балаларымызбен таныстық, алған әсеріміз тамаша. жарайсың. Келесі топтан bir okuşa okuyor. Мен біздің сабақта ежелгі дәуір әдебиеті туралы күн тегін Ne diyorsun baba? күн тегін көп нәрселерді бүгін шығарып отырмын. Bağlar, osmen sağlamımız ayaktalı. Katıskanlarına rahmet.